Армысыздар, құрметті көрермендер. Сіздердің назарларыңызға Асакаров ауданының тарихи өлкетану музейі ұмытуға болмайды атты сабағын ұсынады. Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан бері 75 жыл өтті. Асакаров ауданынан майданға 7000-ға жуық адам аттанып, 3200-ге жуық адам ес-түссіз жоғалып кеткен. Бұл соғыста 500-ден астам қазақстандықтар ең жоғары марапатқа ие болып, Кеңес одағының батырлары атанды. Олардың арасында 1943 жылы Асакаров ауданының Батпақ ауылынан әскери қызметке шақырылған жерлесіміз Паньков Иван Кириллович те болды. Свир-Петрозаводск операциясының басталуы 1944 жылы 21 маусымда 7-ші армия әскерлерінің күшімен Свир өзенін басып алуы болды. Бұл күні авиациялық және артиллериялық даярлықтан кейін бірінші болып 16 комсомол гвардиялықтар су бөгетінен өтті. Әртүрлі жерлерден десантшылар, сарбаздар мен офицерлерді жинап арнайы жасалған пулеметтер мен минометтердің макеттерімен, сондай-ақ қайықтарға қарай жүгіртіп, әр салын немесе қайықты итеріп жүзіп кете берген. Бұл біздің авиация мен артиллерияның атысымен басылмаған жаудың атыс нүктелерін анықтауға және кейіннен жоюға бағытталған өзенге шабуыл жасаудың имитациясының көрінісі болды. Жау кеңес әскерлерінің үлкен өткелінің басталғанын сезді. Жауынгерлердің айналасындағы су оқтар мен снарядтардың сынықтарынан қайнады. Көп ұзамай снарядтар мен пулеметтардың салдарынан қайықтардан тек қана қоқыстар қалды. Гвардиялықтардың алдына қойылған жауынгерлік міндетті сәтті орындалды. Жаудың жойқын алауын бірінші болып қабылдаған батырлардың ерлігі оның жарқылдаған от нүктелерін анықтауға және басуға көмектесті. Осының арқасында ең аз шығындармен гвардиялықтардың артынан біздің шабуыл топтары тез өтіп, сол күні 7-ші армия әскерлерінің жаппай өтуі басталды. КСРО жоғары кеңесі президиумының 1944 жылғы 21 шілдедегі жарлығымен қолбасшылықтың жауынгерлік тапсырмаларын үлгілі орындағаны және сонымен бірге көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін гвардия сержанты Иван Кириллович Паньковқа Кеңес одағының батыры атағы беріліп, Ленин ордені және алтын жұлдыз медалі нөмірі 109 табыс етілді. Гвардия лейтенанты Жұманбаев Байділда бірінші дәрежелі және екінші дәрежелі отан соғысының 5 орденің кавалері. Сіздердің назарларыңызға бірінші және екінші дәрежелі отан соғысының 4 орденін алған тағы бір сарбаздың ерлігі жатыр. Бірақ бәрі тәртіппен. Жұманбаев Байділда 1921 жылы 15 қаңтарда Ақмола губерниясы, Киев болысы, Шахаман ауылдық кеңесі, Шахаман ауылында кедей шаруа отбасында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған, 7-ші сыныпты бітірген. 1940 жылдан 1942 жылдың басына дейін Морозов 7 жылдық мектебінде есепші ретінде жұмыс істесе, ал шаруа қызыл армиясында 1942 жылдың 15 қаңтарынан бастап жұмыс істеді. Қыркүйек айында 2 жеке атқыштар батальонын жіберген кіші сержант Жұманбаев жауынгерлік еңбегі үшін медальмен марапатталды. Соғыс кезінде 1-ші дәрежелі отан соғысының 2 орденімен және 2 дәрежелі 2 орденмен марапатталған. 1-ші дәрежелі орденін отан соғысынан алған соңғы марапаты еді. 4-ші жарақатын лейтенант Кёнигсбергке шабуыл кезінде алды. 1945 жылдың 6 сәуірінде 1-ші атқыштар ротасының қолбасшылығына қабылданып, жауынгерлерді жау бекіністеріне шабуыл жасауға бағыттады және ұрыстың 1-ші күні 4 километр жүріп өтіп, жаудың 3 траншеясын басып алды. Комсорт басқарған жауынгерлер немістердің 2 қарсы шабуылына тойтарыс берді. Қарсы шабуылға тойтарыс беру кезінде ол жарақат алды. Бірақ немістердің шабуылы жойылғанға дейін өзінің әскери қызметінде қалды. Осы ерлігі үшін полк қолбасшылығы жас лейтенантты жауынгерлік қызыл ту орденіне ұсынды.
Ал 1945 жылғы 27 сәуірдегі 5 гвардиялық Қызыл Ту атқыштар корпусының нөмірі 0165 бұйрығында 2-ші дәрежелі Отан соғысы орденімен марапатталды. Сонымен қатар, гвардия лейтенанты Жұманбаевқа Кёнигсберг қамалын игергені үшін ұрысқа қатысушы ретінде Кеңес одағының жоғарғы бас қолбасшысы маршал Жолдас Сталиннің нөмірі 333 бұйрығымен алғыс жарияланып, Кёнигсбергті басып алғаны үшін медаль табысталды. Осакаров ауданының тарихи-өлкетану музейінің қорында Қызыл армия татарников үшін сарғайған марапаттау парағы сақталған. Марапаттау қағазында былай деп жазылған: Қызыл армия татарников Марков Петровичке неміс фашист әскерлерімен күресте өз міндетін жақсы және адал атқарғаны үшін, Берлин қаласын басып алу шайқастарында көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін сізді Сильвана маркасының қол сағаттарымен марапаттаймын. Қызыл химиялық қарындашпен басып шығару және қол қою Кеңес одағының маршалы Жуков Георгий Константинович 16 мамыр 1945 жыл. Қызыл армияның аңызы, Осакаров ауданының феномені. Владимир Ильич Ключенюк 5 медальмен марапатталған. Қызыл армия бойынша осындай марапаттау бірнешеу ғана. Ал Қазақстан бойынша жалғыз. Владимир Ильич Ключенюк ең құрметті 5 медальға марапатқа ие болған. Ұлы Отан соғысы майдандағы ұрыс кезіндегі қимылдар үшін, ерлігі үшін марапатталған. Бірінші кеңестік жауынгерлік медаль болғандықтан, ерлігі үшін медалінің жарғысы социалистік отанды қорғауда және социалистік отан сарбаздарының әскери борышын орындауда алған жеке ерлігі мен батылдығы үшін марапатталған. Ерлік деген не? Ол ертең жасалады деп айтуға бола ма? Ажиковтың терминінің мағынасы бойынша былай деп түсіндіреді: ерлік дегеніміз батырлық, жанқиярлық әрекет, және де әскери ерлік, еңбек және отан даңқы үшін. Құрметті оқушылар, осымен біздің сіздердің назарларыңызға ұсынған сабағымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.